Дінмұхамед Қонаев дара тұлға. Дінмұхамед Қонаев 1912 жылы туылып, 1993 жылы дүниеден өтті. Республика басшысы, дарынды қайраткер, ол КГБ орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, 3 мәрте социалистік еңбек ері атанды. Қонаев тұсындағы қол жеткізген жетістіктер, табиғи байлықтарды игеру кең ауқымды жүргізілді. Ауыр өнеркәсіп өсу үстінде болды. Ұлт зиялы қауымның жаңа сапалық деңгейге көтерілді. 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 5-ші пленумында ұйымдастыру мәселесі қаралды. Нәтижесінде қызметінен босатылып, орнына Колбин келді. Басқалары жеке күзетшілерімен жүргенде, Қонаев жай ғана таңертең жұмысына жаяу барып келіп жүрген. Академик шені үшін 340 рубльдік төлемақыдан бас тартқан. Шағын пәтерінде қазіргі мұражай 24 жыл бойы өмір сүрген. Пәтер ауданы 200 квадрат метр. Кезінде Леонид Брежнев КСРО басшысы Алматыға бірінші рет келіп, Қонаевтың үйіне қонаққа келеді. Пәтерін аралап, бар дүниең осы ма деп таңданады екен. Дінмұхамед Қонаевтың мақалалары мен кітаптары. 1976 жылы Кеңестік Қазақстан таңдамалы сөздері мен мақалалары. 1992 жылы О моем времени. 1994 жылы От Сталина до Горбачева. 1994 жылы Ақиқаттан аттауға болмайды. Дінмұхамед Қонаев жайлы қызықты ақпараттар. Дінмұхамед Қонаев КСРО-дағы ең биік саяси лауазымға ие болған алғашқы қазақ. Ол КСРО-ның ішкі және сыртқы саясатын басқаратын 15 мүшелік политбюро мүшесі болған. Отбасында 11-ші баланың 4-шісі. Бойы 198 см, 46 өлшемді аяқ киім киген. Хоббиі қарау жырақ коллекциясы болған. Аңшылықты ұнатқан. Осылайша, Дінмұхамед Қонаев өте дара тұлға болған.